Так, ребята, дубайский шоколад, который бары жегісі келіп отқан, бары қызық отқан, но не прям дубайский шоколад, местный дубайский шоколад. Просто для пробы біреуін заказ қылып көрдім. Сейчас посмотрим. Нормально. Не прям вау. Проба қылса болады. И бұл жаққа қарағыла. Мындай қолдоочу эжеке менде эле бар деп айтам всегда. Ушундай сонун бүзгүгө кийле турчу, жылуу сонун джемперлерди, кийимдерди берип жүрөт. Бул жакта дагы бар. Бул жакта дагы бар. Эми күзүндө жыргап алмаштырып кийем. И еще знаете что? Конверт. Прям нормальный эле сумма экен. Вот, анан Аида жолуң ар дайым ачык болсун, бактылуу кыз бол, чыгармачылык ийгилик каалайм, жыргал эжең дейт. Чоң рахмат, жыргал эже, мен сизди жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм, сиздердин ишеничиңиздерди актайм. Бар болуңуздар, мен сиздерди жакшы көрөм. Ассалому алейкум. Калайсыздар достор? Уайымдамаңыздар. Уктап калган жокмун, пробежкада жүрүм. Бүгүн аяктын күнү, пробежка, приседание. Сомен болду бүгүн. Кайф. Таңертең бір тренировка істеп атасың ғой. Сол кезде домдарданча страшно будильниктердің дауысы шығады ғой, шіркін. Ешкім тұрмайды. Прикинь, ана жақтан 3-4 дауыс, ортасынан 3-4 дауыс, ана аяқ жағынан 3-4 дауыс будильник. Терезелер ашып тұрғандар бар ғой. Шырылдап атады ғой, анау. Студенттер ма, оқушылар ма білмеймін ғой енді. Бірақ бар, практикам сондай болса, жыл бойы ататын бүгін бір теуіпші. Бүгін кітаптан алған түсінігім бойынша сіздермен бөлісіп кетейін. Адам энергияны қаяқтан алады деген сияқты тақырып. Нағыз менің тақырыбым, мен жасап жүрген нәрсе екен, өте күшті, өзімді жақсы сезініп қалдым. Адам энергияны сапалы ұйқыдан, және де дұрыс тамақтанудан, және де спорттан алады. Бұрында негізінде сағат 23:00 негізі ол кеш жатқан болған екен, ал қазір бізде кеш жатқан уақыт ол түнгі 03:00, иә. Ол вообще тем более адамның организмін құртатын нәрселер, сол үшін қазіргі жас жігіттер, жас қыздар сол үшін қартаяды негізі, ұйқы дұрыс болмағаннан кейін. Ал нағыз ұйқы негізі 10 менен 3-тің ортасы. Сол үшін дәл қазір өзіңіздің режиміңізді қалыптастырмасаңыз, сізде энергия төмендейді, және де негативна ойда постоянно жүретін боласыздар. Өз-өздеріңізді түзеткіңіз келсе, дәл қазір бүгіннен бастап режимді. Аллаға шүкір, мешітке барып қайттым, жұма намазға. Жұма намазда таныс дос боларларды кездестіріп қалдым, біраз әңгіме айтып сөйтіп жүріп қалдым. Және де енді адам білімге келгенде андай жадность болмау керек та. Енді өзінің біліміне жадность болу керек, бірақ та білім алғанға, ақшасына, болмаса басқа нәрсеге андай жалқы болып қалмау керек. Ақша деген нәрсе, уақыт деген нәрсе білімге келгенде жалқы болмау керек. Сөйтіп, осы кітапты сатып алдым мен. Есіктің алдында бір жігіт сатып тұр екен. Бұйыртса оқимыз. Біздің өзіміздің дінімізге байланысты өте жақсы кітап екен. Мінез құлық адамның сондай тәкаппар мінез деген сияқты сондайлардан арылтатын, сондайлардан алшақ ұстайтын осындай кітап екен. Күшті, керемет.